дыбыс сіздің өміріңізді едәуір жақсы жаққа өзгертеді. Өйткені қазіргі заманда адамдарда өте көп менталды шу бар. Бұл шу адамның миында тоқтаусыз әртүрлі ойлар, әртүрлі мәселені шешім табу керек деген сияқты әлемде болып жатқан жағдайлар, өміріңізде болып жатқан жағдайлар, әртүрлі ойлар сіздің энергияңызды жейді және де белгілі бір істі соңына дейін жасауға кедергісін келтіреді, сіздің зейініңізді бір затқа қоюға кедергісін келтіретін осындай менталды шумдарды тоқтатуға көмектеседі. Тіпті сіздің балаңызға да жақсы көмегі бар. Ол өзінің сабағын соңына дейін орындап, зейінін сол сабаққа қою үшін де көмектесетін дыбыс. Бұл ақ шу деп аталынады, яғни белый шум. Бұл шумды тыңдау арқылы сіз өзіңіздегі осы менталды шумнан арылып, өзіңіздің фокус вниманияңызды жақсартасыз. Белгілі бір затқа, белгілі бір іске өзіңіздің зейініңізді қою арқылы сіз сол істі соңына дейін жеткізуге көмектесетін шу деп айтуға болады. Бұл шуды біз қалай қолданамыз? Сіз жұмыс жасап жатқан кезде ол шумды қосып қоясыз да, жұмысыңызды атқара бересіз. Және де оның дыбысын өзіңіздің құлағыңызға жағымдылығына қарай жоғарылатып немесе төмендетіп қойсаңыз да болады. Бұл шуды алу үшін төменге бір сан қалдырыңыз, мен сізге жекеңізге жіберемін. Тек менің оқырмандарыма, менің тұрақты лайк басып қолдайтын адамдарыма жіберемін. Маған тіркеліңіз және бір сан жазыңыз, мен сізге жекеңізге жіберемін.